Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып жаман жолдас. Оқу мақсаты эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу. Етістіктің есімше, көсемше түрлерін тұйық етістікті тілдесім барысында қолдану. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз туынды етістіктердің жасалу жолдары. Туынды етістіктер әртүрлі сөз таптарынан жасала береді. Мысалға, зат есімнен болған балта сөзін етістікке айналдыру үшін балтала десек, онда ол туынды етістікке айналады. Не болмаса, басқа сөз таптары ретінде бұрқ, бұрқыра. Бұл жерде бұрқ сөзі иеліктеу сөз болса, оған жұрнақ жалғану арқылы туынды етістік жасалып тұр. Бірінші тапсырма. Оқулықтың 87 бетіндегі мәтінді оқып, төмендегі берілген тапсырмаларды орындаңыздар.